Барлықтарыңызға сәлем құрметті көрермендер, көптен бері жоғалып кеттім. Бүгінгі түсірілімде сіздерге міне қызанақтарды жайлап теріп бастайын деп жатырмын. Ар жақтардың барлығында уже қызыл шығып кетті, қызарып барлығын. Енді солардың барлығын теріп бастауым керек, себебі басқаларға қызарғанын көрдіңіздер ме, суғиған су да құя алмай отырмын. Осылай жарылып кеткеннің кесірінен сол себептен жапырақтар уже қайырылып қалған, яғни ол уже су жетпейді деген сөз. Сол себепті мыналардың әбден барлығын жинап аламын. Содан кейін барып мен су жіберемін. Мынандай сарғылттау болса, оларды да жинап ала беремін. Себебі міне көріп тұрсаңыздар, басқалары шығып жатыр бастап, міне кейбіреулері жаңадан бастап. Солардың қызарып өсуіне мүмкіндік туғызу мақсатында жинап алып жатырмын. Міне көріп тұрсаңыздар, күн өте ыстық енді. Соған қарамастан қияды жинап болғаннан кейін мынандайлар бар. Мен айттым сіздерге, анда ұзынша келген бұл міндет, басқалары жақсы, кейбіреулері жақсы көрдіңіздер да. Именно жаңағы ұзынша келгендер сәл кішкене, кейбіреулер сау. Сол себептен мына жақтарда қазір кеше ғана теріп алдым, ұзындағы мясныйлар түрлерін сіздерге көрсетіп кетіппіз. Үлкен түрлері. Так, мынау не айтайын сіздерге. Сахарный деп аталады, яғни алтайский сахарный. Өте түсі бар ғой, қызғылт емес, ашық қызғылт түсті. Түріне келсек, іші өте етті, бойы так, мына жерде көріп тұрсаң, өнім ондай көп емес, бірақ мынандай осындай ірі болып шығады. Ешқандай жарылған, ешқандай ештеңесі жоқ, ешқандай ауруы жоқ. Кәдімгідей ісі барлығы іші тырысып тұр. Егер кесіп қалған кезде кәдімгідей еті жарылып шығып кетеді. Бұл да тапсырса бұйыртса болады. Алтайский сахарный деп аталады. Өте шекерлі, өте күшті тұқым. Ал енді ұзынша келгенде оны білесіздер. Так, мына жерде оғандай екен. Так, сотрудничество дейді. Но сотрудничество деп аталады. Бұл да етті тұқым. Бұл да не емес. Қызанақты өте тығыз өскендіктен кішкене не болып тұр, бірақ мыналарды жинап ала берем. Себебі үйден әрі қызарады. Так. Биыл айтып тұрмын, қиярдың қызанақтың күтуіне өте көп мән берген жоқпын. Сол себептен кейбірінде кішкене мынандайлар тап болып тұр. Бірақ та былтыр кезде болған жоқ. Қазір әр жағын көрсетейін. Так, мына жерлерде міне мынандайлар бар. Бұларда уже бұлар ең бірінші қызарғандар, әлі басқалармен бірге жарысып әлі қызарып жатыр. Жаңағыдай гүлдеп, көріп тұрсаңыздар, үстіне тағы да шығып жатыр. Бұл восход Миннесота деп аталады. Өте керемет сорт. Андай етті тұқым емес та, бірақ жаңағыдай тұздауға, жаңа істеуге өте керемет. Ешқандай аурумен де ауырмайды. Қызанақтармен уже жайлап бете еккесін жайлап уже құрап пісіп уже піседі. Алдында салқыннан есеп кетті. Енді дымда етпес. Так, мынандай бар. Көріп тұрсаңыздар, өте етті. Так, бұл не екен, қазір қарап жіберейін. Таба алмай тұрмын енді, дәл сондай мынандай бар. Ол так бұл жерде жоқ, бұл восход емес. Бұл кажется шоколадный сердце, шоколад жүрек. Өте етті, ірі тұқымды. Мына қараңыздар, қазір көрсетейін. Былтыр не болды менде? Ұмытып қалып тұрмын бір. Осындай бір сорт бар ғой, тағы соған ұқсас, но бірақ шоколадный сердце деп аталады, яғни шоколадты жүрек. Өте керемет сорт. Бір қолымда тұр, міне. Алмаған енді өзі баршылық. Бұлардың барлығын теріп алмаса, бір-біреуден өте шоколад сорт. Так, мына жағында да бар, міне көріп тұрсаңыздар. Шоколад сорт. Өте керемет. Мына жерлерінде су құйғаннан, қазір бәрін жиналып тағы да су құяйын деп тұрмын. Себебі құрғап кетіп жатыр. Так, мына жерде мына не екен? Так, чародей дейді. Чародей деген сорт бар. Міне, өте керемет. Бұл да ерте пісетін сорттың бір түрі. Көлемі мынандай осындай дөңгелек ерекше. Так, чародей. Так, мына жерде тағы бір сорттар бар. Айтпақшы, мына жерде айтайын сіздерге. Жемчужный қызыл түсті жемчуг өте көп болып шығады. Дыздаған кезде өте керемет. Сіздерге өтейін. Чилидің чили түрі, енді бұл өте көп кішкентай.
Бірақ өте керемет. Кішкентай балдар, үйдегі кішкентай балдарыңыз болса, жеуге міне өте ыңғайлы, керемет. Бұл да каталогта болады бұйыртса. Так, мына жерде де менен төгіліп жатыр, көрдіңіздер ма? Бір несі, қазір гүлін көрсең, қараңыздар. Қызыл мен сары жемчугтің гүлі, қараңыздар. Мына тұрғанның барлығы сол бір несі. Гүлін қараңыздар, толып шығып жатыр. Бұйыртса бұл да каталогта болады. Міне. Сары түрі де астында жатыр, қызыл түрі де жатыр. Міне. Сары түрі, қазір көрсең, қызыл түрі. Мына жерде тағы бір сорт бар. Бұны білмей тұрмын, қазір қарайын. Астанда да жатыр, ұстап қалам. Көрдіңіздер ме, мен бұл мықты тығыз еккесін. Бұл білмей жатырмын да. Қай жерде не тұрған. Так, мен астын қарайын қазір. Нелер қалып қойыпты астанда. Жазулар. Бұл анамай жазған қағазым бар ғой, ол да ұнамай қалды маған. Қалып қояды екен қанша дегенмен. Әлі ойластыру үстіндемін, білмеймін не істейтінімді. Өте ерекше. Тастай. Hatta каталогты шығармасам мен әзірге білмей тұрмын. Қайсысы не екенін. Так, мына жерден қарап жүрейін. Өкінішке орай таба алмай қалдым. Міне, мына қызыл түрі, мына қараңыздар. Жаңағы черри сорты өте ерекше, мына қараңыздар. Бұйыртса бұнда тұқымы болады, айттым ғой жаңағы тұздауға, үйіңізде қызыл түрлері, сары түрлері, негізі сарыдан гөрі қызыл жақсырақ сияқты. Көрініп тұрады, бешне сияқты мына қараңыздар. Өте керемет. Осы да бұйыртса каталогта болады. Сары түрлерде бар, сарыны әбден алмасаңыздар, жайлап кішкене оранжевый цвет болады ғой. Сондай цветке айнала береді. Қараңыз, әлі ас жақтан да қаншама бар. Солай енді бұйыртса каталогта да жаңа топтамалар болады. Алмағандарыңыз болса, басқалар топталады. Жаңағыдай қызанақтан сорттар бар. Көріп тұрсаңыздар, менде қанша деген қызанақтар тып-тығыз өсірген өзінде де өнім енді молшылық. Тек осы жерде міне біреу, 2, 3 қана рәт ектім болды. Одан артық 4-5 рет па, 3 рет ектім. Содан алып отқан өнімім күн ара 2 күнде бір алып отқан өнімім осы. Сондықтан да менен алсаңыздар енді қалай айтсам болады, өнімсіз қалмайсыздар. Міне, көріп тұрсаңыздар, әлі гүлдеп жатыр. Енді су құю керек. Мынаны жеп боласын, бұйыртса қиямын, солай салыңыздар. Қараңыздар, тағы толды. Шоколадный сердце, қараңыздар. Арасын қарамасам қалып қояйын деп жатыр екен, қараңыздар. Нағыз кетчуп томаттарға өте керемет сорт. Шоколадный сердце.